Қалталы күйеу. Қыздар неге бай жігітке тұрмысқа шыққысы келеді? Бір жағынан осы сұрақты қоюдың өзі ақымақтық болып көрінер еді. Алайда бұл өмір шындығы. Көшеде кетіп бара жатқан, болашақта қалыңдық болатын кез келген кішкентай қыздың өзін аздап кідіртіп, қандай жігітке күйеуге шығуды қалайтынын сұрасаңыз, бірінші кезекте ақылды, бай, көрікті болса екен деген тілегін айтқан болар еді. Болашақ жарым ақылды, мейірімді, адамгершілігі мол болса екен деген талапты адам уақыт өте келе тағдырдың түрлі бұралаңдарынан өткен кезде ғана санамалайды. Ендеше, миллионер жігітке тұрмысқа шыққысы келетін қыздарға миллионердің әйелінің өмірінен аздаған мысал келтіргім келеді. Әрине, бай біткеннің басына бірдей тағдыр жазылмағанын да ескеріңіз. Егер күйеуі бақуатты болса, әйелі содан міндетті түрде зардап шегеді деген ойдан аулақ бола отырып, өмірде куә болған жәйттерге шолу жасап көрелік. Қаншама адам болса, сонша түрлі өмір бар. Ерлі-зайыптыларға қатысты қатып қалған қалып жоқ. Сонымен, сонау 90-шы жылдары дүниенің бәрі күрт өзгеріп, кеңес үкіметі келмеске кетіп, тіршілік қамы үшін түрлі тірлікті қолға ала бастағанда біз студент едік. Дегенмен, студенттік жылдарда өзіміздің журналистика факультетінің жатақханасында емес, болашақ заңгерлердің, адвокат нотариустар мен тергеушілердің арасында тұрдым. Сол кезде аш құрсақ студенттер арасында мықты бизнесмендер жүргенін кім білген? Қысқасы, экономика тұралап жатқан тоқырау жылдарында бизнестің барлық саласы бос жатты. Біріне бірі бәсеке туғызатындай алпауыт іскерлер бола қойған жоқ. Сонымен, істің көзін тапқан бірқатар замандастар жылдам байи бастады. Баспананың тауқыметін тартқан кей жолдастар жылжымайтын мүлік саласында бағын сынаса, кейбірі туризмге, енді бірі қаржы секторында қабілетін көрсетті. Осылайша жаңа заманның ауқаттылары пайда бола бастаған еді. Менің бір кездегі студент құрбым да айналасы аз жылдың ішінде байдың әйелі болып шыға келді. Үлкен үй, қызметшілер, қойға мінетін көлік бөлек, тойға мініп баратын қымбат маркалы машина басқа дегендей тұрмыстары алға өрледі. Елдің көбі әлі аш құрсақ заманда ол келіншектің өміріне қызықпайтын адам кем-де-кем болатын. Қызғанатындар да табылатын. Алайда, сырт көзге бейғам, отбасында мазасыз өмір басталғанды. Әрине, бастапқыда бәрі жақсы сияқты еді. Әдетте, үйге ұдайы кешігіп келетін, күн-түн демей жұмыс істейтін күйеудің барлық қылығына үнемі шаршап жүретіндігіне, ашушаңдығы мен аздаған менмен мінезіне келіншегі түсіністікпен қарайтын. Дегенмен, отырыстар, ұжымдық кештер мен той-томалақтарда аты бар жағдайы жақсы күйеуіне қыз қырқын ашықтан ашық кетәрі еместіктерін білдіріп, қайта-қайта биге шақырып, сүйкеніп жүретін сүйкімсіз аруларға жыны келетін. Көз алдында болып жатқан көріністер жүрегіне қаяу салатын еді. Бұл табыскер күйеуді отбасында тұрақтату үшін басталған майданның басы ғана болыпты. Той-томалақтан соң қызғаныш туралы әңгіменің барлығы жақсылықпен аяқталмағандықтан бас-аяғы жоқтауға да жүйке жұқартудың қажеті шамалы еді. Ал бұл кезде менің құрбым күйеуінің қызметінде өзіне күндес болуға кандидаттар жеткілікті екендігін білмейтін. Ал оған дейін ол өзін-өзі әр түрлі ойлармен азаптай бермеу үшін сән салондарына, киім дүкендеріне, шаштаразға барып, алдандырып жүреді. Бірақ оның келісті келбетін, шашын әдемілеп қидырғанын, тырнақтарын мінсіз етіп егетіп, жаңа көйлек киіп отырғанын көретін кім бар? Үнемі шаршап жүретін, шараптың иісі аузынан кетпейтін отағасы мұның біреуін де аңғармайды.
Келіншек те уақыт өте келе осы бір мәнсіз тірліктен жұбаныш таппай, жөнді жөнсіз сәнденіп отыруды да қоя бастады. Балалары мектепке барып, үйде 2-3 қызметімен қалатын күндері көбейгенде, өзінің де жоғары білімді, дипломды маман екенін күйеуіне құлақ қағыс етіп еді. Саған не, жетпей жүр деп отағасы үзілді-кесілді тыйып тастады. Осылайша оның өмірінде түсініксіз жалғыздық басталды. Бір-бірімен шүйіркелесіп отыратын күндер, тар төсекте бастары жұптасып ұйықтайтын кезеңдердің барлығы студенттік жылдардың еншісінде қалды. Осы аралықта 20 жылға жуық уақыт көзді ашып жұмғандай өте шықты. Жылдар өте келе, бір жылы 8 наурыз үйінде үнемі іші пысып отыратын құрбымды құттықтап бардым. Әңгімелесетін, шер тарқататын, тіпті жаңадан алған киімдерін киіп көрсететін досының келгеніне ол міндетті түрде қуанады. Мен өзіміздің ұжымның жігіттері сыйлаған қос сүлгі мен жалғыз талгүлді босағаға сүйеп қойдым да, бір аяқ киімімді шешіп, екіншісін тартқылап жатып, жұмыстағы қызықтарды айтып жатырмын. Ой, бүгін біздің жігіттер бізге мерекенің құрметіне ыдыста жуғызбады. Соны үйлерінде де істемейтін шығар. Дастарханды да өздері жасады. Біреуі бәрімізге бір құшақ гүл алып келді деп, ер азаматтардың бізге көрсеткен құрметін тізіп айтып жатырмын. Қандай жақсы деп күрсінген құрбым. Сенің ұжымың бар, өмірің бар. Мен бірден әңгіме ауанын өзгертуге мәжбүр болдым. 4 қабырғаның ішінде өмір өтіп жатқан оның жанды жеріне тиіп кеткенімді өзім де аңғармаған екенмін. Тәубе десейші, сенің мына өміріңді өңі түгіл түсінде көрмеген, талқаны тамағына жетпейтін, өлместің күнін кешіп жүрген қаншама адамдар бар. Тәубе де. Бірақ біздің күйеудің 8 наурызда да үйге келетін уақыты жоқ. Мына бір сыйлықты көмекшісінен беріп жіберіпті деп, жылуы жоқ қорапты алдыма қойды. Сүйкімсіз сыйлыққа қарап отырып, екеуінің өткен өмірін көз алдыма келдім. Күйеуінің 8 наурызда неге үйге келмегенін ол да іштей сезеді. Осы жылдардың ішінде ол 4 қабырғаның ішінен шықпай-ақ, күйеуінің көзіне шөп салмай-ақ, бірнеше рет жұқпалы жыныс ауруларымен де емделді. Мұның күйеуін казинодан ұтып алғандай болған кейбір көңілдестердің қоқан-лоққысында естіді. Алайда, ондай оқиғаларды отағасы бизнестегі бәсекелестері көре алмағандықтан қолдан ұйымдастырды деп сендірді. Бұл сенген болады. 40-тың қырқасынан асып, 50-ге жақындаған ерінің соңындағы ауқатты еркектерді аулап жүретін бойжеткендердің түр-түрін көрді. Не дүниесін, не өзін аламын деп, езеуреген қыз-қырқыннан қалған сызат, ерлі-зайыптылардың ынтымағын ыдыратып, берекесін баяғыда қашырған болады. Мұнау қан сарайындай зәулім үйде бақытсыз бір келіншек өмір сүріп жатқанын өзі ғана біледі. Ғайыпта ұтып алған лотерея билетіндей, бақыты баянсыздау болып шыққандай. Өмірде барлық нәрсенің өтемі бар деген осы ма? Жалпы бай жігітке жолығудың, ауқатты жерден қыз алуды армандаудың соңы қаншалықты баянды. Интернет форумдарда бұл сауалға жастардың бір легі боямасыз былай жауап береді. Бір жігіт тең-теңімен, тезек қабымен. Сондықтан байлыққа қызыға бермеу керек. Әрине, ақшаң болғаны жақсы. Егер орташа отбасынан шыққан қыз ақшалы жігітке тұрмысқа шықса, құда-құдағилар арасында онша сыйластық болмайды. Түсінікті жағдай, ал жігіт байдың қызын алса, сол үйге күшік күйеу болады. Сондықтан әркім өз жағдайымен тең, отбасымен құда болса, сонда ғана жақсы болатын сияқты. Сол кезде құда да, құдағи да тыныш. Ал ақша мен байлық керек болса, оны бірлесіп жасау керек. Бірлесіп жасаған байлықтың берекесі болады. Дайын асқа тік қасық болып, байдың баласына темін,
байдың қызын алсам деп армандауға өз басым келіспеймін. Сәния: адам болған соң ақша әрине керек. Мысалы, сіздің жігітіңіз күнде ақша әкеледі. Ол қайдан келген ақша? Ол тектен текке оңды-солды жаратып жатса, ол да біреуден алған. Егер де ол өз маңдай терімен тапса, ақшасын қимай, көрінген қызға жұмсамайды. Ал арамдықпен немесе қарызға алған ақша қалай тамақтарынан өтеді? Біле білсеңіздер, Алла адамға бір жағынан бергенімен бір жағынан алып отырады. Себебі өмір алма-кезек, бересің, аласың. Қазіргі заманда туысқаныңның тойына ештеңе апармасаң, ертең саған да ештеңе әкелмейді. Сол сияқты ғой. Сондықтан әркім маңдай терімен тапса, ақша керегінің бәріне жетеді. Ағайын ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүрмей. Егер қарапайым қазақ жігітінің бастық әкесі алып бара жатқан байлығы көп ақшасы болмаса да, өзіне өзі сенімді болып, басын тік ұстап, сүміреймей, жігерленсе бәрі болады. Ең бастысы, жігіттің ішкі жан дүниесі мен өзіне деген сенімділігі. Соған мән беріңдер, қыздар. Егер жігіт өз-өзіне сенімді болса, ақшасы бар ма, жоқ па деген сұрақ тумайды. Өте керемет өмірден алынған мысал. Қазақы мақалдардың ешқайсысы тектен-текке айтылмаған ғой, тең-теңімен, тезек қабымен деп. Егер сіздерге мақала ұнаған болса, арнама тіркеле кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.